Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен талшын өте дәмді, тез дайын болатын тасбақа тортының жасалу рецептін бөлісетін боламын. Балалардың сүйікті тәттісі, отбасыларыңызды, балаларыңызды осы тортты жасап қуантыңыздар. Ең алдымен бізге жұмыртқа қажет болады. Мен қолдың жұмыртқасын қолдандым. Сіздер дүкеннің жұмыртқасын қосып жасай берсеңіздер болады. Осылай аппақ көпіршік болғанша, яғни пена болғанша 5 минут көлемінде миксердің баяу жылдамдығынан жоғары жылдамдығына дейін миксерлейтін боламыз. Менде видеоға қант қосылмай қалыпты. Қант қосамыз, одан соң осылай аппақ көпіршік болған соң үстінен қопсытқыш, одан соң електен өткізе отырып, аз-аз бөліктен қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес, орташа көлемдегі, яғни тесто дайындайтын боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қамыр шығатын болады. Дайын болған қамырымызды противеннің бетіне пергамент қағазын төсеп, осылай біраз қасықтан осылай құйып шығатын боламыз. Қызып тұрған 180 градуста 4-5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Енді креміне кірісетін боламыз. Осылай дүкеннің 20% қаймағын, одан соң қойытылған сүтті, яғни сгущенканы құйып миксерлейтін боламыз. Бізде биік, өте керемет крем шығатын болады, немесе өздеріңіздің қалауларыңызша басқа креммен жасай берсеңіздер де болады. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді піскен осылай дөңгелек қамырларымызды осылай кремге батыра отырып, біздің тасбақа тортымызды жинайтын боламыз. Мінекей дайын болған қамырларымызды осылай кремге батыра отырып, тортымызды жинайтын боламыз. Алдымен шетін, одан соң ортасын осылай кремге батырып, тарелкаға орналастырамыз. Бізде тасбақаның қолын және басын жасауға 4-5 дөңгелек қамыр қажет болады. Оны алдын ала алып қоямыз. Одан соң артылған кремімізді осылай бойына сіңіре отырып, барлық жеріне толықтай жағып шығатын боламыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді үстінен әсемдік үшін осылай жаңғақты үккіштен өткізіп қостым. Қоспауға да болады, және қалауларыңызша немесе шоколадты да осылай үккіштен өткізіп қоссаңыздар өте керемет болып шығатын болады. Балалардың сүйікті тәттісі, отбасыларыңызды осы рецептпен жасап қуантыңыздар. Егер менің парақшам пайдалы болса, немесе тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей тасбақамыздың барлық қолын, аяғын толықтай жасап шықтық, және ораза айт мерекесіне осылай және де қосымша пирогтар пісірген болатынмын. Басқа да осы восточный пирогтың және 12 қасық пирогтарын менің каналымнан көрсеңіздер болады. Өте керемет, өте нәзік болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған талшын. Астарыңыз дәмді болсын.